Всем привет, бәріне сәлем. Сіздермен бірге Мақпал уже 100% зрениесімен. Так, коррекцияны қай жерде жасаттым, қандай врачқа жасаттым, видеоның соңында болады. Қазір қандай ощущенияларым екенін айтып берейін. Диагностиканы 4 июль күні жасаттым. Операцияны одан кейін біраз уақыт өткесін деп жоспарлағам, бірақ операция 5 июль күні болды. Яғни бір күннен кейін сразу болды. Бүгін 6-сы тексеруден шықтым. Менде екі көзім 120% көреді қазір. Бір-бірден алған кезде 100% сол көз, 100% оң көз. Қосқан кезде 120% көреді. Мен прям андай қатты қуанып тұрмын. И біртүрлі сезім болып тұр менде. Бастапқы 2-3 күн көздің алдында мутность болады, көз бұлдырап көреді. Прям кейбір кездері пленка тұрған сияқты болады. Ол нормально деді маған. Мен қорқып едім, менде ғана сондай ма деп, бірақ жоқ. Кейбір адамдарда тіпті көз қатты қызарып, көздің ішінде капиллялар жарылып кеткен адамдарда бар екен, жаңа көрдім. Менде шүкір, бәрі жақсы. Мен кепкамен отырмын, өйткені көзге қатты жарық түсіруге болмайды бастапқы күндері. Астанада 2 клиника бар, операция жасайтын, коррекция жасайтын. Астана Vision және Казни, Казахский национальный институт глазных болезней деген. Бірінші плюсы ол 2 клиникада Астанада, Қазақстанда көп қалада жасайды негізі коррекцияны, бірақ Астанада ең мықты специалистер жиналған деп оны айта аламын. Екінші, Астана Vision мен Казниді салыстырған кезде аппараттарын салыстырдым. Мен ойлағам, екеуінде айырмашылық болатын шығар деп, жоқ, аппараттарының барлығы почти бірдей. Кейін келесі Астана Vision мен Казнидің диагностикасы қандай? Диагностика қызмет көрсету жағынан негізі Астана Vision кішкене жақсырақ, өткені ол жаққа барғанда сізге бір адамды тек өзіңізге беріп қояды, сізбен бірге бір сопровождающий жүреді басынан соңына дейін. Қай кабинетке бару керек, қалай істеу керек, не істеу керек, бәрін көрсетіп жүреді. Казнида ондай жоқ. Әртүрлі этаптан өткен кезде тексеруден бір қабатқа шығып, біреуіне түсіп, өзіңіз жалғыз жүресіз. Көзге капля тамызады. Ол каплядан кейін көз бұлдырайды. Бұлдырап жүріп, этаждан этажға түсіп шығу кішкене қиындау. Айырмашылығы, Казнида өте көп көз ауруларын емдейді. Главное, коррекция зрения ол тек бір ғана бағыты болатын болса, одан бөлек қаншама көз ауруларын емдейді. Адам өте көп. Бұл жерде Казниға 1 жыл бұрын жазылады. Адамдар очередьке енді өздеріңіз ойлай беріңіздер қаншалықты сұранысқа ие екен. Астана Vision'да менің байқауым бойынша көбіне коррекция зрениеға бағытталған. Бұл жерде тіпті Казнида стационарный лечение бар. Яғни осы ғимараттың ішінде, 5 этажды ғимараттың ішінде жатып, адамдар кәдімгі көзін емдейді. Және тағы бір айырмашылығы, ол бағасы. Астана Vision'ның бағасы мен өткен жылы барып тексерілген кезде фемтолазик деген тәсілмен жасайды маған. Ол фемтолазик обследованиесімен, диагностикасымен бәрін қосқанда 600 мыңдай деп есептеп берді Астана Vision маған. Ал Казнида мен диагностикасымен барлығымен қосқан кезде 400 мыңға көзімді лазерный коррекция жасаттым. Лазерный коррекция қалай өтеді, жалпы ауырады ма, ауырмайды ма деп. Маған ауырмайды деп айтқан подругаларым мен қорқпасын деп айтқан шығар, бірақ өте ауырады. Өте очень больно. Особенно алғашқы 2 сағаты өте қатты ауырады. Көз кәдімгідей жанып атқан сияқты. Операцияның уақытында 2 этапты лазер жасайды. Бірінші этабында, екінші этабында сіз сезбесеңіз де көріп жатасыз бәрін. Көздің бір бөлігін, слойын қалай ашқанын, оның ішіне лазер қалай күйдіргенін, күйіктің иісін бәрін сезіп жатасыз. Мысалы, көру мүшесі істемей тұрса да, басқа мүшенің сезім мүшелерінің бәрі істеп тұрады. Бәрібір сезесіз. Соған шыдап кетсеңіздер, әрі қарай негізі нормально. Бірақ сол күні көз өте қатты бұлдырайды, күнге шыға алмайсыз, жарыққа қатты реакция береді. Сондықтан врач не деп айтты, дәрігер соның бәрін айтқан дұрыс десеңіз, артық қимыл жасамасаңыз, негізі жақсы бәрі. Бірақ әзірге күш нәрсе жасап алыңдар деп бәріне рекомендат ете алмаймын. Өйткені әр адамда болевой порог әртүрлі, қорқыныш әртүрлі. Егер де сол жерде қатты қорқып, көзіңізді қимылдатып жүрсеңіз, жаңа мен болды. Тексеруге барған кезде бір кісімен сөйлестім. Ол кісі өте қатты қобалжығаннан лазерный коррекцияны маған бір рет істеді ғой, мысалы, 1 этап қана істеді. Ол оған 3 этап істеген. Даже 3-шісінде егер қазір не получится, онда все отменяем деп айтқан ғой. Өйткені ол адам өте қатты қорыққан, көзін былай қимылдатып жүрген,
Сондықтан әр адамның негізі өзіңіз іштей қашан дайын боласыз лазерный коррекцияға, сол кезде жасатқан дұрыс. Бұл енді көз деген ол адамның маңызды органдарының бірі ғой. Барып, жасата салдым дейтін нәрсе емес, меніңше оған өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Мен Казнида жасаттым. Казахский национальный институт глазных болезней. Бұл құрмет орденіне ие болған мемлекеттік аудим, нақты білмеймін. Клиника бұл өте жақсы, специалисттері ең алғаш кірген кезде кәдімгі больница сияқты, мен ойладым қалай болады екен деп. Бірақ специалисттері өте мықты. Мен лазерный коррекцияны Жақыбеков Руслан Әділұлы деген маманға жасаттым. Ол кісінің стажы 22 жыл. Коррекция жасап жатқан уақытта өз ісінің маманы көрініп тұр, өте салқынғанды, четко, спокойно бәрін түсіндіреді. Ешқандай паника жоқ. Барлық сұрақтарға жауап береді, даже сұрақ қалмайды қоятын. Өте жақсы маман, маған өте ұнады.